Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір сорпаның жасалу рецептісімен бөліскім келіп отыр сіздермен. Өте жылдам дайын болатын тағам, бір сағаттың ішінде дайын болады. Бұл тағамды дайындау үшін көп нәрсе қажет емес. Мен тауықтың бір аяғын алдым. Тауықтың бір аяғын турап, қызып тұрған майға жақсылап қуырып алдым. Оның үстіне бір дана жуан салып, және 2 бөлік сарымсақты мен 4-ке бөліп салдым. Егер сіздер майдалап салуларыңыз келсе, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ контентінің дамуына үлес қосып қойсаңыздар, көп рахметімді айтамын. Және де жаңа қуырылып болған пияздың үстіне қызанақты салып, біраз қуырып алып, оның үстіне қайнап тұрған дайын суды құйып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер саламын. Мен тамағыма үнемі мята қосамын, өйткені мятаның дәмі тамаққа кереметтей бір дәм береді, және де иісі де әдемі болып шығады. Тамақ піскен кезде мята үнемі қоссаңыздар, тамақтарыңыз дәмді болады. Және енді ішіндегі тауықтың еті пісуге жақын қалғанда картопты саламын. Картопты мен осылай кубик етіп турап алдым, майдалап, әдемілеп. Осылай турап алып, баяу отта бетін жауып қойып, шамамен бір жарты сағаттай тағы қайнатып пісіріп аламын. Мінекей, мен сорпам дайын болды. Өте жылдам дайын болатын тамақ. Сорпа мінекей, қараңыздар, қандай керемет. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Осылай менімен бірге дайындап көріңіздер. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойсаңыздар болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.